Ассаламағалейкум батырлар. Бүгін сіздердің алдарыңызда RR, яғни Range Rover, екі Range Rover'ді салыстыратын боламыз. Оң жағындағы Range Rover Sport және де сол жағындағы Range Rover автобиография екеуін салыстырып, не білдім, не көрдім, сіздерге баяндап беретін болам. Ендеше кеттік. Ендеше алдарыңызда Range Rover Sport жиынтығында автокөліктің жылы 2015 3 литрлі қозғалтқыш көлемімен автокөлік осы қозғалтқыш көлемінде 340 аттың күші бар. 8 сатылық гидротрансформаторлы қорапта автокөлік пневмалық. Автокөлікке толықтай айтатын болсақ, ендеше кеттік. Ендеше Range Rover спортымыздың капотының астында не жасырылған көрейік. Дәл осы суперчарджет автокөлігінде 340 жылқы жатыр. Автокөлік компрессорлы, 6 цилиндрлі, 340 аттың күшін беретін қозғалтқыш көлемімен. Мінекей автокөліктің артқы бөлігіне де келдік. Бірінші оптикасына келсек, жарық диодтық шамдармен және де артқы жағын көретін камера және де бізде парктрониктар бар. Және де автокөліктің жүк салғышына келейік. Кроссоверлар үшін өте үлкен, жүк салғыш 785 литрді құрайды және де 350 килограмм жүкке дейін көтереді. Жүк салғышымыздың астында жасырын ұяшық орналасқан. Ол жерде бізде автокөлікте қосымша доңғалақ және де домкрат күліштермен бәрі бар. Бұл жолда төтенше жағдайда сіздің автокөлігіңіздің доңғалағы жарылып қалса, неки қосымша дөңгелек және де дәл осы жерде мынандай пердеше бар. Автокөліктің мына жерге заттарыңызды да, киімдеріңізді лақтырып және де астын көрсетпей жауып қоюға да арналған. Ой, бісміллә. Мінекей, егерде автокөліктің жүк салғышы осылай кенеттен жабылып қалатын болса, өзінің автоматты түрде ашылады, сізді қысып өлтіріп қоймайды. Мінекей, автокөлігіміз кнопкада отталады. Бірінші осы Range Rover спортымыз бір отырған кезде автокөлік өзі бір жүргізушіге бір дух береді. Бірінші көзге түсетін электрондық прибор панеліміз және де автокөлікте мультируль. Бұл жерде не бар? Мультирулімізде дыбыссыз айтқышымыз және де автокөлікті круиз контроль және де руль жылытқышымыз. Жаман емес. Ары қарай автокөліктің жалпы панелінде мынандай 10 дюймдық экранымыз. Жалпы жаман жұмыс істемейді, қатпайды, өте ыңғайлы. Бәрі түсінікті және де мына жерде климат контроліміз 2 каналдық климат контроль. Және де автокөліктің алдыңғы тереземізді қыздыратын пәрмені және де артқы бұл жерде кондер және де толық кондеріміз жазда мұзғылады. Және де автокөлігімізде 2 алдыңғы жүргізушінің орындығын жылытатын пәрмен бар. Ол дәл осы кнопканы басасыз және де мындай экранымызда шығады. Және де автокөліктің мынандай ағашына келсек, бұл мүлдем ағаш емес, бұл жай ғана пластиктан істелген бұйым. Жалпы бұл автокөлікте дәл осы стақан салғыштың қақпағына менің бір жыным келетіні, 20 миллионнан астам тұратын автокөлікте мынандай автоматты түрде мүлдем жабылмайды. Сіз өзіңіз механикалық түрде бұлай жабасыз. Және де бұлай қарай келсек, автокөліктің қорабы 8 сатылық мынандай джойстикта. Мінекей салып та көрейік. Гидротрансформаторлы 8 сатылық қорап. Және де автокөлікте спорт режиміміз бар. Және де мына жерде автокөлікті кез келген жол талғамайтын мінездерге қоя аласыз. Бұл жерде бізде топырақта жүретін және де автокөлікті биік қоятын блокировкамыз. Және де төмен қарай бәріміз пониженный режим деп айтамыз. Сайға қарай түскенде осыны басып қойсаңыз болады. Және де автокөлікте пневмалық жалпы пәрмені осы пневманы түсіресіз, көтересіз. Және де автокөлікте өзіңіздің қалаған жылдамдығыңызға қойып қойсаңыз болады. Бұл жерде ары қарай бізде автоматтық тұрақты тормозымыз. Бір тартып жібересіз, автокөлік орнынан тымжылмай тұрады. Және де бұл Range Rover'де маған ең ұнайтын жері ол мынандай сенсорлық жарық шамдар. Бұлай саусағыңызды бір өткізіп сипалып жіберсеңіз, бүкіл автосалонның ішінің жарығы жанады. Мінекей Range Rover спортымыздың артына келіп отырдық. Өте ыңғайлы орындық, бір отырып ұйықтай бересіз және де ұзақ жолға смело шығасыз мына автокөлікпен.
Жалпы бір байқағаным, артының бір айтатын кеңдігі жоқ, бірақ орындықтары өте ыңғайлы. Мінекей автокөлігімізде кілтсіз қатынас, яғни бесключевой доступ. Автокөлігімізде кілтсіз қатынас және де дәл осындай доводчигіміз бар. Ендеше достар, ары қарай бізде Range Rover автобиография. Автокөліктің жылы 2016, қозғалтқыш көлемі 5 литрлі. Осы автокөлік жайлы толықтай айтып беретін боламын. Ендеше кеттік. Ары қарай бізде Range Rover автобиографияның жүрегіне зер салсақ, бұл автокөлікте 5 литрлі қозғалтқыш көлемі, дәл осы пластмастың астында 550 Вт жатыр. Қозғалтқыш көлемі 5 литрлі және де 8 цилиндрлі компрессорлық автокөлік. Ендеше Range Rover автобиографияның артқы жағына келсек, бұл автокөліктің де оптикасы диодтық шамдармен және де автокөліктің жүк салғыш бөлігі 900 литр сыйымдығы және де алдындағы 2 орындық құлайды. Автокөліктің арты айтарлықтай өте үлкен, мынау заводтық өзінің кілемшелері және де мынау шторкасы. Автокөлікте жалпы орын айтарлықтай жетерлік, бір мендейлердің 5-6 ауыз кетеді ғой. Автоматты түрде жабылады және де сізді ешқашан автокөлік қысып қалмайды. Автокөліктің жалпы артқы дизайны өте әдемі. Және де автокөлікте толықтай камера шолуы бар және де 360 градусқа автокөлік өзін толықтай көрсетеді іштегі экранда. Өте ыңғайлы. Ағайын, мына Range Rover'дің ішінде отырудың өзі өте бір ләззат. Дәл осы автокөлікке мінсеңіз бүкіл уайым қайғыңызды ұмытасыз ғой. Автокөліктің салоны қып-қызыл, мынандай былғарыдан. Бұл автобиография толық комплектация, нағыз майлы комплектация десек болады. Автокөліктің жалпы толықтай әр пәрменін жеке-жекелеп айтып кететін болсам, ары қарай автокөлігіміздің жүру функциясына келсек, бұл жерде бізде автоматтық түрде өзі автокөлік кез келген мінезге келеді. Бұл функция бізде Train Response деп аталады. Бұл автокөлікті автоматты түрде қойсаңыз да және де өзіңіз ручной түрде қойсаңыз болады. Яғни мынау тайғақ немесе автокөлікті биіктетіп және де құмды немесе қандай да бір тасты жерге автокөлікті дайындауыңызға болады. Ары қарай бұлай автоматты түрде қойсаңыз да болады. Автокөлігіміздің қорабы мынандай шайбада. Бұл жерде спорт пәрменіміз және де автокөлік 8 сатылық гидротрансформаторлы қорапта. Ары қарай бізде қосу алу жапырақтарымыз және де алдымызда өте дизайны әдемі, кереметтей электронды экран. Мінекей автокөлігімізде панорамалық шатыр, бір кнопканың көмегімен бүкіл аспандағы жұлдызды алдыңызға қойып береді. Мінекей осы Range Rover'дің артына келіп отырдым да бүкіл әлемдегі рахаттың бәрін қайда жатқанын сезіндім ғой. Өте автокөліктің орындығы ыңғайлы, адамның терісінен жасалғандай бір тіпті. Қол қойғышыңыз, шынтақ қойғышыңыз және де алдындағы жолаушының бұл өмірде ешқандай ештеңе шешпейтінін дәл мұна бір-ақ кнопкамен сезіндірсеңіз болады. Бір басасыз, алдыңыздағы орындық алға қарай еңкейе кетеді. Мінекей алдындағы орындықты дәл мынау қасымдағы пәрменмен басқарып отырмын. Және де менің де отырған орындығым артқа қарай жатады. Бұның бәрі электронды. Мынау экрандағы пәрменді қосам десеңіз, дәл мұнда пульт бар. Мінекей бір тетіктің көмегімен кез келген видеоңызды қосып алып, екі наушникті тағып жеріп, ұзақ жолға смело шығып кете берсеңіз болады. Автокөлікте өте комфорт бір дәл осындай комфорт автокөлік мен әлі осы күнге дейін кездестірген жоқпын. Өте керемет. Айтып жеткізе алмаймын. Және де автокөлікте бір айта кететіні массаж бар. 4 орындықта да массаж орналасқан. Отырасыз да кайфовать ете бересіз. Болды. Артыңғы 2 орындығыңызда вентиляция және де подогрев бар. Мінекей достар, бүгін бізде 2 Range Rover'дің айқасы бітті. Қайсы автокөлік сізге қаттырақ ұнады? Комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен болған мен Жеңіс Тұрлыбай. Достар, алдағы уақытта осындай видеолар көптеп салатын боламыз. Біздің арнадан алыстамаңыздар. Баршаларыңызға рахмет.